Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін кешкі астың жеңіл түрін жасайтын боламыз. Ал сіз каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал онда кірісейік. Тауық етін алып, жуып, тазалап, осылай кесеміз. Кесіп болғаннан кейін тұздап, бұрыш себеміз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Тауығымыз жарты сағатта маринадталғанша жарты лимонды бөлшектеп кесіп, 5 сарымсақты өткізгіштен өткіземіз. Баны қыздырып, сары майды салып ерітеміз. Осы еріген сары майға тауықтың етін май ерігеннен тауық етін картоп крахмалы немесе ұнға аунатып, екі жағынан қуырып аламыз. Плитамыз орташа отта болу керек. Тауықтың етін екі жағынан қызартып қуырып алғаннан кейін ыдысқа саламыз. Табаға қайтадан сары майды салып, ерітіп, осы сары майда лимонның бөлшектерін қуырып аламыз. Оның қасына езілген сарымсақты салып, оны да қуырып аламыз. Сарымсақтың қызарғанын байқағаннан кейін үстіне қуырылған тауықты қайтадан салып, бірге қуырамыз. Орташа отта тауықтың етімен қоса лимонды да аударып тұрамыз. Үстінен ұнайтын өсімдік дәмдеуіштерін сеуіп, мен тимьян, орегано және кинза шөптерін қостым. Қажетті мөлшерде тұзды да қосамыз. Одан кейін 6%-лық бір ас қасық алма қышқылын қосамыз. Жарты стақан су құямыз. Табаның бетін жауып, боқтырып қоямыз. 3 минуттай боқтырылғаннан кейін бір ас қасық соя соусын қосып, тағы да боқтырып қоямыз. Мен гарнирге күрішті пісірдім. Біздің тауық дайын. Ас болсын достар.